Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте дәмді және де ешқашан трендтен қалмайтын, барлығына ұнайтын сөзсіз сүтті құс тортын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіз, бір жасағаннан шығады. Ал кеттік достар, видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Таза құрғақ ыдысқа жұмыртқа мен сгущенканы салып миксерлейтін боламыз. Яғни миксерлеу уақыты 7 минут пен 14 минут шамасында, планетарный болса 7 минут, қол миксер болса 14 минут шамасында миксерлейтін боламыз. Енді ұн мен қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Миксерлеу уақыты болған соң төменгі жылдамдыққа қойып, құрғақ қоспамызды біртіндеп салып отырамыз. Дайын болған массаны пергаментпен бумага немесе тефлоновый коврикке алдыға бөліп құйып шығамыз. Бізде диаметрі 18 диаметрлік форманы сызып алған болатынмын. Дәл видеодағыдай осылай бөліп жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 5-6 минут шамасында пісіріп аламыз. Яғни алтын түссіз болуы керек. Білеке көждарымыз пісіп шықты. Енді форманың көмегімен бір тегіс болу үшін қиып шығамыз. Көждарымыз су керек. Енді кремімізді дайындайық. Барлық бөліп салқын болуы керек. Крем чиз, сливки және де қант ұнтағы. Алдымен крем чизді және де сливкиді астыдан үстіге шайқаңыз, себебі қоюы төменде қалып кетеді. Миксерді төменгі жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа жаймедеп көтеріп отырамыз. Крем дайын болды. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Подложканың үстіне форманы және де ацетатный пленканы қойып жинайтын боламыз. Сол кезде тортым теп-тегіс болып шығады. Яғни көждардың арасындағы ауа сыртқа шығуы керек. Сол кезде бір келкі тегіс болып шығады. Енді мынандай қасықты біреуін қайырбасаңыз болады. Крем жаққанда ыңғайлы болады. Жиналған тортты тоңазытқышқа немесе салқын жерге кем дегенде 6 сағатқа қоямыз. Бетін жауып қойсаңыз да болады, себебі басқа өнімдердің иісі еніп қалмас үшін. Торттың бетін қаптау үшін крем дайындайтын боламыз. Бізге кремче және бөлме температурасындағы сары май, қант ұнтағы керек болады. Егер тортыңызды ағартқыңыз келсе, диоксид титананы қолдансаңыз болады.
Кремді өз бойына сіңірді. Менде бір күн шамасында тұрды. Енді сыртын қаптайтын боламыз. Осындай кондитерлік мешокқа кремді салып қаптаймын. Әртүрлі жолдары бар. Мен осы жолды таңдадым. Және де менің арнамда сыртын қаптау туралы видео бар. Соны да көрсеңіз болады. Сыртын қаптаудың ешқандай қиындығы жоқ. Осылай шпательді бір орынға қойып, поворотный столикті айналдырып отырсаңыз тегіс болып шығады. Осылай тесіліп қалған жерлерге қайтадан кремді жағып, тегістеп жібереміз. Тортты осылай сәндейтін боламын. Яғни сырға салуға арналған сәукелер, шашбауларды қойдым. Алдағы уақытта арнамда қалай жасалу керектігі видео шығатын болады. Мінекей достар, сырға салу сүтті құс тортымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Алдағы уақытта көптеген торттармен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Асем айы.